кектің ырбыңы деп аталады, оңай жасалуы. Және көп затта кетпейді. Фантазиясы жоқ адам құсап, холодильниктен тапқан жапырағымды қойдым, тапқан шпинаттың жапырағын артынан алып тастадым, ұнамай қалды негізі. Салат жапырағы болса күшті болар еді де, керек заттар быт-шыты шығып қайнаған. Екі картошка мен жұмыртқа, сосын дүкеннен өзі келген сыр мен колбаса, немесе ет, бәрі бір кеше ет асып, содан қалған ет болса да жарай береді. Видеодағыдай әр слойына осылай майонез заводтың бастығы құсап өртіп. Қосамыз салатқа арнайы форма қолдансаңыз да болады, болмаса мен сияқты форма жасап алсаңыз да болады. Мен дайын болды, өзім жеп көрдім. Ойбай-ау бопты, күйеулеріңізге жасап беріңіздер. Ырби берсе көңілінен шығады деп ойлаймын. Ресеп астыңа жаза кетемін. Хан салатқа пияз қосса да болады, бірақ біздің үйдегілер салат тұрмақ тамақтан пияз көрсе шоши үйде мұнаса лайк баса кетіңіз.